Кейде белде пайда болған қышыма да қауіпті аурудың белгілері болуы мүмкін. Мұндай кезде дәрігердің көмегіне жүгінуді ұмытпаңыз. Бауыр бұл денеміздегі маңызды ағзалардың бірі. Ол ас қорытуға көмектеседі, өмірлік маңызды заттарды синтездейді және токсиндерді шығарады. Бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең кең таралған проблемалардың бірі. Тек ақш-тың өзінде 30 миллионға жуық адам бауыр ауруынан зардап шегеді. Егерде осы бауыр ауруының себептерін және де одан құтылудың жолдарын білгіңіз келсе, мына видеоны міндетті түрде аяғына дейін көріңіз, ұнаса да, ұнамаса да тіркеліңіз. Осылай жасау арқылы біріншіден қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосасыз, екіншіден ана тіліміз қазақ тілінің дамуына азғантай да болса септігіңізді тигізесіз. Егер сіз үнемі оң жақ қабырғаңыздың төменгі жағы сыздап ауыратынын сезсеңіз, жеделдетіп гепатолог, гастроэнтеролог, тым болмағанда терапевтке көрінгеніңіз жөн. Бауырыңыз қатты бүлінген кезде де ауырмайды. Себебі оның құрамында ауырсыну рецепторлары жоқ. Әдетте ауырсыну немесе шаншу ауру өте асқынған кезде ғана болады. Ондай жағдайда бауыр іседі, үлкейеді, өзін қоршап тұрған капсула қабығына қысым көрсете бастайды. Міне содан кейін ғана науқас ауруды сезе бастайды. Мұндай жағдайда өкінішке қарай емдеу кеш болуы мүмкін. Бірақ оң қабырғаның төменгі бөлігінің ауруы мүлдем басқа жағдайлармен де байланысты. Мысалы, өт қабығының ісінуі. Бауыр ауруының басқа қандай белгілері бар? Бауыр бүлінгенде бел, іш және оң иық ауруы мүмкін. Кейде тіпті ауырсыну сезімі мүлде болмайды. Бауыр ауруының белгілері: әлсіздік, бірнеше күн немесе апта бойы шаршау, диетасыз және себепсіз арықтау, жиі бас айналуы және құсу, тәбеттің жоғалуы, аяқтың төменгі жағының жиі ісуі, іштің кебуі. Белгісіз себептермен дененің кез келген бөлігінде, қолда, аяқта, иықта қышудың күшеюі. Егер жоғарыдағы белгілерден бөлек көз алдының сарғаюы, кіші дәрет түсінің бұзылуы байқалса, дәрігердің көмегіне жүгінуіңіз қажет. Бауыр не үшін ауырады? Бұл ағзада белгілер сыртқа мүлдем байқалмайтын ондаған ауру бар. Солардың ең көп тараған түрлеріне тоқталайық. Вирусты гепатит бұл А, В, С, Д гипервирустары. Олардың арасындағы ең қауіптісі В, адам өліміне алып келеді. Ал арасындағы ең әлсізі А түрі болып, бұл ауру халық арасында сары ауру немесе Боткин ауру деген атпен таралған. Ол кір қолмен, жуылмаған жемшидекпен, лас су арқылы жұғады. Боткин ауруының бір артықшылығы, ол басқалар сияқты жасырын емес, бірден сезіледі. Алдын алу мүмкіндігі бар. А вирусын емдеуге болады және емделгеннен кейін бауырда белгілері қалмайды. Ал А, В, С немесе Д вирусын анықтау және емдеу ұзақ уақытты талап етеді. Бұл вирустардың әрқайсысы циррозға, бауыр жеткізгісіне немесе тіпті бауыр қатерлі ісігіне дейін апаруы мүмкін. Алкогольді гепатит. Бауырдың қабынуының тағы бір түрі вирус емес, алкоголь. Тұрақты және шамадан тыс алкогольді тұтыну бауырдың ішкі ауыртпалығын тудырады. Нәтижесінде цирроз пайда болады. Бауырдың сау тіндерінің жұмысы тоқтайды. Гепатиттің басқа түрлері. Алкогольден басқа есірткіні асыра пайдалану немесе ауыр металдармен улану да бауыр ауруына себепші болады. Бұл жағдайлар медикаментте немесе токсикалық гепатит ретінде белгілі. Егер иммундық жүйе бұзылып, бауыр клеткаларына шабуыл жасаса, ол аутоиммундық типте де болуы мүмкін. Май алмасудың бұзылуы. Жасушада май жиналған кезде ауру дами бастайды. Бұл олардың жұмысына кедергі жасайды. Олар отты залалсыздандыра алмайды да бос радикалдардың жиналуы болады. Жасушалар өле бастап,
ауыр өзінің негізгі қызметін жасауды тоқтатады. Майлы гепатоз шағын қолайсыздықты туғызады, бірақ айқын симптомдар жоқ. Жүрек айну, іштің кебуі, ас қорытудың бұзылуы, дәреттің қиындығы, жоғарғы дене қызуы байқалуы мүмкін. Бауырға сары ауру мен күйік дамы айқынырақ көрсетілуі мүмкін. Ісіктер. Бауыр ісіктерін қатерлі және қатерсіз деп бөлуге болады. Қатерсіз ісіктер айтарлықтай жиі кездеседі. Липомалар, фибромалар ісіктер көп жағдайда симптомдарсыз өтеді. Тек ісіктің ұлғаю жағдайында бездің де өлшемі артуы мүмкін. Бұл іштің оң жақ бөлігінде ауру ретінде байқалады. Бауырдың ісікті аурулардың көбісі метастаздар басқа органдардан безге енуімен байланысты. Қатерлі ісіктердің әлсіздік пен салмақтың азаюынан бастап ауру сезіміне дейін айқын симптомдары бар. Сары аурудың болуы сирек емес. Бауыр ауырғанда не істеу керек? Әрине, мүмкіндігінше тезірек дәрігерге қаралыңыз. Кейде өмір салтын өзгертіп бауырды қалпына келтіруге жеткілікті. Артық салмақтан арылу, алкогольден бас тарту, майлы тағамдардан бас тартып, дәрігер белгіленген тамақтарды тұтыну. Дәстүрлі медицина, оны бәріміз де мойындаймыз. Бірақ осы дәстүрлі медицинамен қатар жүретін бұл халықтық медицина, халық емі де бар. Енді мына жерде халық емі туралы айтып өтейік. Бұл бауыр ағзадағы тазалаушы құрал. Әсіресе тамырымыздан ағатын қанды тазалайды. Бірақ біздің жағымсыз әрекеттеріміз, салауатты өмір салтын сақтамағанымыз, көп көлемді дәрі қабылдағанымыз бауырға зиян тигізеді. Салдарынан бауыр улы затқа толып, жұмысы нашарлайды. Ол үшін не істейміз? Осы арайда бауырды дәрісіз қалай тазалаймыз деген сұрақтың тууы заңды. Оған жауап ретінде мына әдістерді ұсынамыз. Өзіңізге оңай, ыңғайлы әрі тиімді түрін таңдап алып, сынап көріңіз. Мейіз тұнбасы. Бізге керегі 400 мл су мен 150 грамм мейіз. Алдымен мейізді тазалап жуасыз. Ыдысқа қажетті суды құйып, отқа қойыңыз. Қайнап шыққан соң мейізді салып, 20 минуттай баяу отта қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң отты өшіріп, ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Таңертең тұнбаны сүзіп алып, аздап жылытып ішесіз. Ескеріңіз, емдік қасиеті мол тұнбаны таңертең аш қарынға ішу керек. Сосын 30-35 минуттан кейін таңғы асқа отырасыз. Осылайша үзбей 4 күн жүргізесіз. Дегенмен екінші күні ақ керемет нәтижесін көресіз. Тұнбаны мейлінше түнде дайындағаныңыз дұрыс. Мейіз тұнбасының денсаулыққа ешқандай да зияны жоқ. Тіпті бір айда бір апта бойы ішсеңіз де болады. Бірақ ең кезінде майлы қышқыл мен алкогольді ішімдікті шектеу керек. Бұл енді міндетті. Сұлы тұнбасы. 3 литр ыстық суға 1 стакан сұлыны салып, бетін жауып қойыңыз. Шамамен 10-12 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, 200 мл-ден ішесіз. Емді күніне 2-3 рет қабылдау керек. Термосқа 1 стакан сұлы, 3 ас қасық ұнтақталған ет бүлдірген жапырағы мен 2 ас қасық ұнтақталған қайың бүршігін саласыз. Үстіне 4 литр су құйып, тұндырып қойыңыз. Ертеңіне мына тұнбаны әзірлейсіз. Ол үшін 1 стакан кептірілген ит бұрын шиповник пен 2 ас қасық таранды спорш араластырасыз. Оған 100 мл су құйып, отқа қойыңыз. Ыдысты баяу отта 15-20 минуттай қайнатыңыз. Белгіленген уақыттан соң тұнбаны сүзіп алыңыз. Енді екі түрлі тұнбаны араластырып 100-150 мл-ден ішесіз. Емді күнде тамақтанудан алдын қабылдаңыз. Емделу мерзімі 2 апта. Сәбіз шырыбы. 2-3 дана сулы әрі балғын сәбізді шырыншыққыштан өткізіңіз. Оған қант қоспайсыз. Дайын болған шырынды 200 мл минералды газсыз сумен араластырыңыз. Дайын болған емдік сусынды өте жай ұрттармен ішесіз. Емді күнде таңертең аш қарынға жүргізу керек. Емделу ұзақтығы бауырдың жағдайына қарай 3,5 айдан 8 айға дейін жалғасады. Ақжелкен тұнбасы. Бұл петрушка.
бір бума ақ желкенді тазалап жуып алып ұсақтап турайсыз. Оған 4 дана сулы сәбізді, 2 сабақ балдыр көкті және 2-1 дана лимонды қосып блендермен араластырасыз. Дайын болған сұйықтықты таңғы астан алдын ішесіз. Шөптер тұнбасы. Жарты литр қайнаған суға 3 ас қасықтан ұнтақталған итмұрын, шиповник, бақбақ, одуванчик және қалақай, крапива шөптерін саласыз. Ыдыстың қақпағын мықтап жауып, тұндыру керек. Сусын салқындаған кезде сүзге алып, 1 ас қасықтан күніне 3 рет ішіңіз. Емді тамақтанудан 30-40 минут алдын жүргізесіз. Бұл тұнба зат алмасуды жақсартады. Өттің жұмысын реттейді. Бауырдағы шлакты шығарады. Емделу ұзақтығы 1 ай. Араға 2 ай үзіліс жасап, емді қайта жүргізуге болады. Аталған 3 шөптің де атқаратын қызметі орасан зор. Итмұрын затасы алмасуды жақсартып, өттің шығуын тезейді. Бақбақ бауырды улы заттан, шлактан керемет тазартады. Қалақай өттің тез әрі дұрыс шығуына ықпал етеді. Сонымен қатар өт жолдарын шлактан тазалайды. Ендеше дәріханадан қолжетімді бағада сатылатын осы 3 шөпті алып, бауырды жуыңыз. Бауыр шлактан тазарса, ағзаның саулығы жақсарады. Көңіл күйіңіз көтеріледі, иммундық жүйеңіз нығаяды. Мына жерде бауыр туралы тағы да бір қысқаша ақпарат бергіміз келіп отыр. Бауыр адам тәнінің ең маңызды ағзаларының бірі саналады. Ол фильтр сияқты барлық залалды заттарды сүзгіден өткізіп, залалсыздандырады. Автокөліктің фильтрінің лас майды пайдаланған кезде жиі бітеліп қалатын сияқты, залалды тағамдарды ішіп жегенде бауыр қызметі бұзылады. Бауырдың ауруына әсіресе алкогольді ішімдіктің зияны өте көп. Бауыр тазаланған кезде тез қалпына келетін ағза. Дегенмен де адам улы заттарды, соның ішінде спиртті ішімдіктерді көп тұтынып қоймаса, келе-келе бауыр клеткалы аралық тіканмен алмасады. Ал бұл созылмалы бауыр циррозына ұшыратады. Мына жерде енді халық емінің тағы бір түрі бауырды балмен емдеу. Соған келейік енді. Балдың емдік қасиеті туралы көп айтып жазылып жүр. Енді балдың денсаулыққа пайдалы екенін, халық емінде барлық халық қолданғанын бір елдің бәрі біледі. Балдың тікелей бауыр ауруына қарсы ем ретінде қолдануға болады екен. Ол үшін жарты литр зәйтүн, оливковый масло, зәйтүн майын, жарты келі бал, 50-100 мл алма қышқылды, яблочный уксус немесе 2 лимонның шырынын аласыз. Олардың бәрін бір ыдысқа салып араластырып, бетін жақсылап жабыңыз. Содан кейін тоңазытқа салып қойыңыз. Қоспа біраз уақыт тұрған соң ыдысты ашып, ағаш қасықпен жақсылап араластырыңыз. Осыдан кейін күніне 3 рет тамақ ішуге дейін жарты сағат бұрын 1 шай қасық мөлшерінде пайдаланыңыз. 4-5 күн осында қоспан ішкен кезде бауырыңыздың ауырғаны басылады. Бұл тек бауыр ауырғанға қарсы ғана емес, сондай асқазан ауруына да өте пайдалы. Осылайша 1 ай емделгеннен кейін араға 4-5 ай салып тағы да қоспаны қабылдаңыз. Сұлы қоспасымен емдеу. Бауырдың созылмалы аурудың алу үшін халық арасында сұлы мен бал қоспасынан жасалған тұнба қолданылған. Онды дайындау үшін 3 литрік банка алып, оған 2,5 литр қайнаған су құйылады. Содан кейін жақсылап жуынған 100 грамм сұлы мен 150 грамм мамыр айында алынған бал алыңыз. Қайнаған суға сұлы мен балды қосып, жақсылап араластырыңыз. Банканың қақпағын жақсылап жауып, сыртын жылы одеялмен орап, жылы жерге 1 тәулік қойыңыз. Қоспа қараңғы және құрғақ жерде тұруы керек. Осыдан кейін дайын болған тұнбаны тамақтан кейін 1 шай қасық мөлшерінде ішіңіз. Тұнбаны тәулігіне 2 рет қабылдау қажет. Сіздерге қажетті ақпаратты бердік деген ойдамыз. Егер де қалампырдың қандай қасиеті бар екенін білгіңіз келсе, дәл қазір келесі видеоға өтіңіз.